біздің келесі тақырыбымыз ол 2-3 бағдарлама логикалық алгоритмдік шешімдерді әзірлеу дейді. Біз қазіргі мына 2-1-дегі ақпарат жинап, 2-2 техникалық функционалды жазып болған соң Lovable деген сайтқа уже сайт жасауға дайын негізі. Сосын Lovable деген сайтқа кіреміз. Бассақ, ең басында Lovable деген тұрады. Яғни сайт жасауға арналған жасанды интеллект. Бұл жақта теориясында промпттарды қалай байланыстыру керектігін үйретеді, а практикада уже лендинг пейдж жасайды, интеграцияны қосады деген сияқты. Уже мына жерде біздің негіз MVP-міз дайын болады. Келесі тақырыптар сол MVP-ді дұрыстау, жаңарту, кішкене күрделендіру, өздеріңе ыңғайлы бір ақпараттармен қосу. Так, Lovable деген сайтты аштық. Логин жасайсыздар. Жаңарту болады. Логин жасалғаннан кейін так, профайл көрейік. Тегін версиясында қанша беретін көрейік. 5 кредит береді екен. Тегін версиясында айына 5 кредит. Мен уже кредит қолдан қойған ба? Күніне 5 кредит. Айына 30 кредит береді. То есть 5 рет промпт жазуға болады. То есть тегін версиясында бізде әзірге 5 кредит жетеді. Так, ақпараттар мұнау, функциялар тізімі мұнау. Біз осы екеуін қосып істеуіміз керек. Так, авторлар, ана, тұда-сыда. Біз былай істейік. Мұнан бәрін көшірейік та. Мына қойып кетті. Басты экран, тұда-сыда ақпараттар кетті. Келесіне функциялар тізімі қойып. Сонда біріншісінен ол ақпараттарды алады, екіншісінен функциялар тізімін алады. Екіншісін қойып, бәрін жинадық. Build деген кезде мына жерде план емес build дейміз. Мына жерге бағанағы дизайн, референс дегендерді осы жерде беру керек еді бізге. Коннектор солар түсеміз. Бізде референс жоқ. Референсті мына жерге не ретінде бергенбіз. Так, функциональность ретінде өздері жаңасып берді. Давайте басында референсіз бұл жасап көрейік. Может, ұнақ болады бізге, И мынаны басамыз да күтеміз. Анализ жасап жатыр. Референс салғандың дұрысырақ болады, өйткені өзің ұнайтын сразу керекті дизайн шығады дейді да. Өйткені бұл жақта тегін версиясында не болуы мүмкін. Бесақ кредит болғаннан кейін референс берген дұрысырақ. Біріншісінде ұнамайды, үшіншісі бітіп қалуы мүмкін да. Заманауи Dark First IT Landing жасаймын дейді. Stick Nav, Progress Bar, Light Toggle дейді, Counters дейді. Енді барлығын осыны бір бетке дейді. Яғни Landing Page деген сөз ғой. Так, бұл жасалғанша мен Lovable деген сайтқа кішкене түсіндірме жұмыстарын жасай берейік. Осында MVP сайтқа арналған күшті сайт. Мына жерде сіздің алдын ала жасаған мынандай нелеріңіз тұрады, проекттеріңіз тұрады. Так, search дейді. Мына жерде тегін версиясы, яғни invite members деп, яғни бір команда ретінде жасасаңыздар болады. Кейін pro версияға ауыстырғыларыңыз келсе, айына $25 екен де. Айына 100 кредит береді екен. AI қосуға болады өзі, Cloud қосуға болады, Domainді өзгертуге болады ссылкасын. Так, одан кейін Permission дұрыс беруге болады, Remove Lovable Page. Біз қазір жасайтын сайтта Lovableмен жасалды деген астында кішкентай рекламасы тұрады. Егер про версияны алсақ, осыны алып тастауға болады. То есть, шынымен қолданатын сайттарға, немесе заказчиктерге осы про версияны алуға болады. Айына $25, ол примерно 8-9 ғой. Негізі 2-3 адам келісіп те алса болады, лимит аяқталмайды. Басында тегін үшін 5 кредитті қолдан үйреніп, 1-2 аккаунт ашып, кейін 2 адаммен қосылып $25 алуға негізі болады. Так, енді мынаны қазір жасалып жатыр. Бұны кішкене күтуіміз керек.
Scalable сайтымызды жасап болды. Мына жерде дайын, лендинг толық құрылды. Керекті интеракшндар қосылып, бұл сәтті бөлікті дейді. Мына кнопканы бассаңыздар, мына жақта бізде сайт пайда болды. Превьюді басасыздар, кетесіздер. Мына кәдімгі уже сайт істеп тұр. Цифрлық трансформация колледжа деп тұр. Комплексный приложение. Так, мына жерде біреу орысша, біреу қазақша болып кеткен екен. Байланысқа шығу, пакеттерді өзгерту, анас дейді, проблема дейді. Мына жерде керекті бағанағы ұсыныстардың барлығы жазылған. Пакеттердің түрлері. Мына жерде бірінші пакет таңдасаң осы, екінші үшіншісі осы. Қалай жұмыс жасаймыз? Мына жерде барлығы жасалған екен. WhatsApp, Telegram, WhatsApp-қа өтеме көрейік. WhatsApp-қа өту, Telegram-ға өту. Телеграмның жерде ссылкасын өзгерткен, мынау уже телефондікі. Так, темаларды өзгерген екен. Так, өзгеріс жасауымыз керек енді. Өзгерісте мына жерде жартысы қазақша, жартысы орысша болғанда, давайте мынаны басамыз да өзгеріс дейміз. Сайт толық орысша болсын. Барлық кнопка текстегі орыс тіліне ауыстыр. Енді интерді басамыз. Мына жерде мысалы енді жартысы қазақша, жартысы орысша болмайды ғой. Не үшін олай болып түсінгенімді білмеймін. Енді біз промптты қазақша бердік, бірақ данылар орысша болған соң сондай болып қалған ғой. Негізі барлығын қазақша қыл десем де болады негізі. Бірақ бізге берген ақпараттар орысша болып тұрды. Бұл проблема емес, ауыстыра салуға да болады. Мына жерде бүкіл өзгерістерді өшіріп жасауға болады. Барлық интерфейс мәтін орысша ауыстырып, әсіресе батырмаларды тексеремін деп. Барлығын тексеріп отыр. Полный өзгерту керек болса, осылай жасайсыздар. Немесе визуальный эдисің бар екен. Таңдайсыздар да мына жерін өзгертесіздер. Сразу үлкейтіп, кішірейтіп, сразу бірге өзгертуге болады. Фонтын өзгертуге болады, түсін өзгертуге болады. Сразу же промптсыз-ақ визуальный өзгерістер жасауға болады. Так, посмотрим пакетик басып, мына жерде medium, text color, background color, бордерін өзгертуге болады. Басқаша эффекттерін өзгертуге болады. Так, біздің қазір неміз жасап болсын. Сайтта қазақша материалдың барлық батырмалы атаулар орысшаға ауыстырылды дейді. Бұл сәтті өтті дейді. Бұл сәтті өтті дейді. Былай істейік. Дәл осы сайтта қазақшасын жасайық. Қазақшасын жасау үшін не істейміз? Мына ақпараттарымыздың барлығын аламыз да, көшіреміз да, GPT-ға барамыз да, осы қоямыз да, осы ақпараттардың барлығын қазақ тілінде қайтар. Қазақ тіліне аударып берсең дейміз. Немесе негізі мына AI-дің өзінде сөйтіп қолдануға болады, негізі қазақ тіліне аудар деп. Былай істеп көрейік, сайтқа қазақша, орысша тілді ауыстыру батырмасын енгіз, батырманы енгіз, тілді таңдау кезде ішіндегі ақпараттар да тілмен өзгеру керек. Ақпараттарды өзің аударып таңда. Деп осы идің өзін қолдана салайық, GPT-ға барып, аударып жүргізбей. Бастапқыда GPT-мен осы екеуін теңгерге болады еді. Аударып берді, бірдестен. Қазір қате болса, осы ақпараттарды аласамыз. Бірінші осы идің өзіне беріп көрейік. Так, мен кредитім жетсе қазір осы өзі ауыстырып, қазақша, орысша тіл ауыстырғыш қосып, барлық негізі контентті тілге байланысып көрсетемін.
бастапқыда орысша жасап, одан кейін қазақшаға да проблема болған еді. Қазір проблема шешімін де осылай жасауға болады. Дизайн аққа, қараға өзгертуге болады. Ал біреуге мынау артындағылар кішкене өзгермеуі мүмкін. Олай тек шын артындағы фоныңды өзгертуім деп тұр. Мен пока жасаған үшін референс іздеймін. Трансформация колледжа деген текст жазайын да, осыған байланысты қандай сурет бар. Көбінесе суреттер орысша, қазақша емес, ағылшынша іздесе де референс жақсы шығады да. Сол үшін бүйтеміз, мынаны translate дейміз да. Ағылшынша аударып аламыз. Осыған байланысты іздейміз. Transformation College. Көрейік. Мынаны қоюға болады. Мынаны қоюға болады. Ана жақта иіміз жұмыс істеп жатыр, біздің жұмысымыз еқан осындай суреттерді ауыстыру, дизайнға ыңғайлы жасау деген сияқты суреттерді іздеу. Мұндай қойсақ та болады, кітапқа байланысты өзгерістер болып жатыр деп. Күштекен осыны sevdiğimiz dikte sақтап қойдық. Мына жақта енді біздің сақтауымыз тұра берсін. Қазақша орысша ауыстырып болсын газ. Ауыстырған соң артта бэкграундты суретін өзгертеміз. Мына асқа басып үстіге көтеруге де болады екен. Бізді тілді ауыстыру трансформациямыз бітті. Бізде бірде ешқандай кредит қалды дейді. Так, көрейік превью жасап. Так, трансформация деп орысша тұр. Мына жерде еще мынау немен шығып жатыр ма? Анимациямен шығып жатыр ма? Көрейік анимациямен шыққан. Барлығы орысша ма? Барлығы орысша, пакеттері орысша. Енді мына жерде қазақша ауыстырдық. Байланыс пакеттері біз туралы барлығы орысша болып жатыр. Әр колледжге кездесетін ақпараттар, жиі қойылатын сұрақтар, WhatsApp-қа жазу дейді. Темасын өзгертіп отыр. Айтты, біз бағана бір суретті таңдаған болатынбыз. Мынау главный бэкграундтағы суретті осыған ауыстырдыңыз. Hero section. Мына жер Hero section деп аталады. Hero section суретін өзгерту керек. Так, мына жерде attach дейміз да. Мына суретті береміз. Hero section өзгерту керек. Reference суретті жібердім деп тексеріп көрейік. Так, бірақ мына сурет маған әдемі келеді ма? Так, келетін сияқты көрейік қазір. Так, visual деп кредитті құртпай былай ақылы өзгертуге бола ма, көрейікші. Дейді. Типография өзгеріп кетті. Мынау бэкграунд. Так, код қойып кетті. Так, біз код бермейміз. Давайте, Hero section'ды былай өзгеріп көрейікші, кредитім жететін жарғасы. Hero section суретін өзгерту керек, reference сурет жібердім. Яғни кредит бойынша примерно 5 промпт қана тегін десеге болады күніне. Сол үшін бірінші промптты жазу маңызды. Дұрыс қылып әдемі қылып жазу керек. Бүкіл ақпараттармен бірге барлығын шығаралтындай. Так, Hero бөлімінде жерген суретті қосып, оны басты визуал ретінде қолданамын дейді. Бұл жерден әйелдегі дизайнды өзгертеді осыған. Қазір көрдік соны.
экшнда өзгерді дейді. Енді мына үлкейтіп превью жасап көрейік. Мынандай кішкене суретке өзгерді, иә. Кішкене оқуға да ыңғайлы болды. Қазақша, орысша, MVP. Суретте өзгереді. Қазақша өзгертсек, барлығы өзгеріп тұр. MVP ретінде уже дайын. Енді тақырыптың үшінші тақырыптың соңында бізге ең соңында енді бұны хостқа салып клиентке көрсету. Яғни мына жақта біз тек аккаунтымызда тұр ғой. Ол үшін андай publish деген кнопканы басамыз. И біздің веб-сайттың URL-і Smart College Boost деп осындай болып тұрады. Егер мұнаны біз өзгерткіміз келсе, Smart College деген өзгертіп тастауға болады. Так, Boost дегенді алып тастайық. Мынандай бола ма екен? Еріншошқа бола ма екен? Давайте андай ұзын қылмай. Ұсыныс тіпті. Колледж. Smart College деп қалдыруға да болады, негізі. Басайық. Бұндай уже бар дейді. Сол үшін бұндай қойға болмайды дейді. Сол үшін бағана берген екен ғой. Тараз дейік. Тараз дейтін жоқ екен. Бағана қызды өзіңке тұра берсін. Smart College дамыту дейік. Так, осыны енді continue дейміз. Егер ақылы түрін алатын болсаңыздар, басқаша домендерді қоюға болатын еді. Lowable деген сөзді алып тастап деген сияқты. Біздің тегін версияда осылар ғана тұрады. Continue дейміз. Публичный ма? Continue дейміз. Так. Қалай табу керек екен? Так. Колледж дамытуға арналған колледждерді цифрлық дамытуға арналған ұсыныс дейік. Description. Description жерге екен ғой. Жерге цифрлық дамыту деп қойық. Так, социальный емес керек емес, цифрлық дамыту. Цифрлық дамыту деген дұрыс жаздық біз. Дұрыс екен. Continue. Яғни көрінді, visible көрінді, барлық көрінді. Публикация дейміз де. Сайтымызды серверге жүктеп жатыр екенсің. Егер сайтымызға мындай кішкентай өзгерістерді, мысалы кредитіміз бітіп қалды қазір. Енді андай кішкентай өзгерістерге бола кредитті құртпау үшін бұл сайтты GitHubқа сақтауға болады. Connect to GitHub дейміз. Одан кейін осы жақтан кодты алып өзіміз өзгерте аламыз. Так, публикация болды, көшіреміз де кез келген сайттан осылай кіре береміз. Біздің сайтымыз дайын. Қазақша, орысша темасын өзгертеді. И осылай бере береміз, сына береміз. Посмотреть пакеты, связаться деген нәрселер бар. Мына жерде қазір WhatsApp, Telegram дегендерді, мына жерде WhatsApp-тікі міне шықты. Даже WhatsApp номерімізге үшін барды да. Бұлай міне кетті. Онда айын даже телефонда үшін барып отыр. Telegram'ын біз енгізген жоқпыз. Telegram өзіне қалып кетті. Оны кодпен алып енгізе саламыз. Скопировать телефон дейміз. Так, қазақша, орысшасын көреміз. Енді осының мобильный версиясын көрейік қазір. Inspect деп. Мына жерде телефонмен ашқанда, iPhone 14-мен ашқанда қалай болады? Телефон версиясы да өзгеріп тұр. Барлығы қосылып тұр. iPad-мен ашқанда қалай болады? Көрініп тұр. Кішкентай телефонмен ашқанда қалай болады? Көрініп тұр. Орысша, қазақша өзгеріп тұр. Вот дәл осы бізде қазір MVP дайын. Мына ссылкамен кез келген адаммен бөлісуге болады, кез келген адаммен осыны қолдануға, ұсынуға болады. Тек қана жерде edit with Lowable деген тұрады. Edit басқан соң қайтадан сол Lowable шығады. MVP-ға өте күшті технология деп ойлаймын. Осымен біздің 2-3 тақырып бітті.